Apa? Apa? Қалиқан, қайда жүрсің? Суың асып кетті ғой. Аса берсін. Ай бұлар! Бұларың не сендердің ойнайтын жер таппағандай. Кетіңдер! Қорқпа, ұстап тұра бер. Неге? Аған десе ауылды сел басып кетсін. Қазір! Ұстап тұра бер. Қалиқан, не болды? Біреу өлді ме? Мына судың неге керек екенін білесің бе? Мені шомылдырмақшы. Таң атпай мектепке қуады. Ертең 1 сентябрь. Қазір! Менің осылғы қайда жоғалып кеттің жүгірмек? Осы сенен ақ көрдім ау. Қалиқан, алма деген а ғой, иә? Сиыр деген с ғой, иә? Бүгін мектепте не болды? Дұрыс оқып деп мұғалімге ағаймен таласып қалдым. Бірге бірді қосқанда 2 деді. Бір есекпен бір түйені қосқанда 2 түйе болады деді. Сонда бір есек бір түйе болып қала береді деді. Ол не деді? Ақырында ағай бізге есек жайлы мәселені кейін айтып беремін деді. Концертіміздің кезегінде менің досым Алпамыс өнер көрсетеді. Көбейту кестесін айтып берсін. Алпамыс, бер кел. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. Енді есеп сабағынан сынаймыз. Оқы. А қаласы мен Б қаласы велосипедшілер шықты. 2 қаланың аралығы 40 шақырым. Олар сағатына 10 шақырым жүрсе қанша уақытта жетеді? Балалар, бұларың не? Не болып қалды? Ағай, мына баланы мектепке алыңызшы. Атың кім сенің? Алпамыс, бірақ маған әлі парфель алып берген жоқ. Ағай, алайықшы мектепке. Менің орныма алыңызшы. Менің оқығым келеді. Жарайсың, нағыз батыр екесің. Ертеңнен бастап 1 сыныпта оқисың.